Кемел аға, мен сізді қатты сағындым. Айналамның бәрі мені түсінетін адам жоқ. Қарасам, барлығы да жемқорлықпен айналысатын сияқты. Мен жалғыз қалдым. Тіпті аш қасқырлардың аузында қалғандаймын. Көп ойланам. Не істеу керек? Не істей? Осы туралы сізден көмек сұрағым келеді. Есіңізде ме аға? Менің бала кезімде сіз біздің ауылға жиі келуші едіңіз. Сонда мені тізеңізге отырғызып алып, саусақ саласыменен шашыңызды артқа қарай қайырып жіберіп, қызықты әңгімелер айтатынсыз. Біз оны сүйсіне тыңдайтынбыз. Тіпті менің жолдастарым да келіп алып, чеңбер құрып, сол чеңбердің төңірегіне жағалай орналаса қалып, жаңағы қызық әңгімелерді сүйсіне тыңдаушы еді. Біз оны қызықты әңгіме дейтінбіз. Сөйтсек, ол детектив шытырман оқиғалар екен. Әрине, әр оқиғада қылмыскерлер туралы айтылатын. Бірақ сол қылмыскерлерді жазалап, адам бақытты өмір сүруші еді. Ал қазір ондай жоқ. Аға, мен сізді қатты сағындым. Тағы да сіздің есіңізде ме? Мен мектеп бітіретін уақытта сіз сонау шалғай Алматы қаласынан ауылға келдіңіз. Асқартаудай әкем, Ақжаулықты анам менің қай оқуға баруым туралы шешім қабылдап жатты. Анам әкемді қай кезде болсын құптайтын. Ал әкем менің мұғалім болуымды қалайтын. Ал сіз мені милиционер боласың, сен қылмыскерлерді жазалайсың деп айтасыз. Бірақ бала ойын баласы, мен ойнап жүріп, сіздердің әңгімелеріңізді зейініме қоя бастадым. Бірақ осы кезде ағасыз, жоқ аға, баланың да жүрегіменен санасу керек. Бала жүрегі не деп соғар екен? Қане баланы ортаға шақырайық дедіңіз. Мен жүгіріп келдім. Ал балақай, биыл мектепті бітіретін уақытың болды. Қай мамандықты қалайсың? Қай жаққа сапар шегейін деп отырсың? Деп сіз сұрадым. Ал менің бала арманым ұшқыш болу еді. Оны мен бала кезден армандағам. Себебі қыран құстай аспанына қалықтап, осы әлемді зерттеп, ел қандай өмір сүріп жатыр, қандай тыныш тіршілігі бар, соны білу менің басты арманым еді. Бірақ сіз сол кезде ойланып тұрып, балақай, жарайсың. Қай кезде болсын сен өзіңнің ойыңдағы, жүрегіңдегі сөзіңді батыл айта бер. Мен саған сенемін. Өмір бақи осындай батыл болып, адал шешім қабылдап жүр деп айтып едіңіз. Бірақ қазір мен айналама қарасам, ондай шешім қабылдайтын ешкім жоқ сияқты. Ойланамын. Жазушы болдыңыз, баспа беттеріне көптеген мақала жаздыңыз. Ол мақалада қылмыскерлер туралы жаздыңыз. Бірақ сол қылмыскерлер туралы жазған жазушыны, журналисті екінші сорттағы адамдар деп айтты. Ал бірінші сорттағы адамдар сонда кім болған? Үлкен бір тойға бардыңыз. Сол тойда сізді аға, сізді осы жазушы дейді. Бірақ жазушы дегенменде де сізді екінші сорттағы жазушы деп жүр. Сол рас па деді. Сонда сізді солай болса солай шығарып қалқан. Екінші сорттағы жазушылардың да еңбегі бағаланып қалар деп қысқа да нұсқа жауап бердіңіз. Сөйтіп, сіз жемқорлықпенен күрестіңіз. Енді мен сізге айтайын, қазіргі менің өзімнің өмірімде, жеке өмірімде парақорлықтар жол алып барады. Әзір мен енді оны сіздерге, мына отырған қара көз балаларға, қос бұрымды қыздардың көзінше ол адамдардың атын атамай-ақ қояйын. Ол кезінде қылмыс істеген адам. Жұмыстан босатылды. Аз уақыттан кейін ол қайтадан үкімет тағына отырды. Қайтадан ол қызмет істеп жатыр. Сонда ол біздің елді ары қарай дамыта ма? Ойлаңыздаршы. Осы сұрақ мені әлі күнге дейін мазамды алып жүр. Жемқорлыққа жол жоқ дейміз, бірақ жемқорлық деген біздің елде қазір саңырау құлақ сияқты өсіп кетті емес пе? Деп Кемел атамыз сол кездің өзінде жаңағы жемқорлық туралы ұрандаған екен. Бұл сіздердің орталарыңызда отырған қоғам қайраткері, осы жемқорлық туралы күресіп жүрген, жастарды әділ жолға бағалап жүрген атамыздың жан айқайы еді. Біздің арамызда ниеті бұзық қылмыскерлерге мүлде жол бермеу үшін газеттердің атқаратын рөлі ерекше зор.
жазушылар мен журналисттер, милиция қызметкерлері туралы жазғанда детектив жағын ғана ойламай, олардың насихатшылық және тәрбиешілік қызметін де ұмытпауы керек. Көпшілік пікір қоғам мүшелерін дұрыс тәрбиелеуге көмектеседі. Егер жазушылар, журналисттер өздігін арттырады, милиция қызметін терең білуіне көмектеседі. Демек, қазіргі біздің полиция қызметкерлері адал болу керек екен, әділ болу керек екен. Ол қай кезде болсын өзінің халқына көмектесу керек екен. Демек, адал жұмыс істеген адаммен біз жаңа Қазақстанға жетеміз деп, атамыздың сол кездегі айғайы, қазір оның ұлы да осымен естеп отыр, қолдап отыр. Қазақ сөздерін әлде кімдердің көңіл күйіне қарап өзгерте беруге болмайды. Демек, біздің ата-бабамыздан қалған мұрамызды көрінген елдің көңіліне қарап, оны өзгертіп болмайды екен. Қалай тұр, солай біз соны сақтап қалуымыз керек. Табиғатта артық нәрсе жоқ. Бәрі де өз орнымен әдемі жаратылған. Табиғаттың осы заңдылығын бұзбай, оны қорғай білу адамдардың қасиетті міндеті. Әдетте табиғатты байыту, жаңарту деген сөздер жиі қолданылады. Оны толықтырып әуре түсудің қажеті жоқ. Оны табиғаттың өзі жасай алады. Егер біз бір кезде жасыл орман алқабын жасамақ болсақ, мұнымыз табиғатпен тіл таппақ болған әрекетіміз екен. Ал адамдар бейбіт қатар өмір сүру үшін қайткенде де ынтымаққа кеп тіл тапқаны жөн дейді. Табиғатты көрінген алай-бұлай өзгерте беруге болмайды екен. Себебі табиғат өзін-өзі қорғайды, өзін-өзі қызмет етеді. Мысалы, қарап отырсаңыздар, ағашты алайық. Ағаштың жапырағы бар. Жапырақ жерге түссе, ол шірейді, өзіне нәр болады, өзіне қорек болады. Ал біз керісінше жапырақтың бәрін сыпырып, оны апарып төгетін жерге қоқыс қапарып төгіп, өзімізге өзіміз жұмыс тауып жатыр. Бүгінгі тақырыптың мақсаты парақорлар, жемқорлар, қылмыскерлер, оларды қатаң жазалап, соттау керек дейді. Енді қазір бізде бұл мәселені көтеріп жатыр. Өкімет орында шешеді. Ал енді сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, біз сіздерге сенеміз. Сіздер парақорсыз, жемқорлықсыз жаңа Қазақстанға жетіңіздер. Осы сөзді естіп өскен елбасымыз, президентіміз не дейді? Жеке мүддесін емес, ел мүддесін бәрінен биік қоятын азаматтар ұрпаққа үлгі болу қажет. Әсіресе қазіргі геосаяси жағдайда бұл міндет аса маңызды екенін ұмытпаған жөн. Жемқорлық деген өте кеңінен тарап баратқан нәрсенің бірі. Жол деген жасалады. Ал енді мына ең басты тақырып президентіміздің айтып жатқаны жемқорлар. Кезінде Малкеев айтып отырған қазір бейіті сүйегі жатқан жерді сатып жіберген. Бұл жерде дәл автомойка, ресторан деп сондай не берген. Оны біз былтыр қайтардық. Көрдіңдер ме? Жемқорлар не істеп жатыр. Президентіміз айтып жатыр. Бүгінгі күні жаңа мен айтып отырған жол жасалады, су тартылады. Ал енді жемқорларды құртпай бізде ешқандай қазір бұрын миллиондап жеуші, қазір миллиардтап, триллиондап жеп жатыр. Қазақта бір мақал бар. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны көресің. Кім болса да баласының үлкен
азамат елін жерін сүйсін, жақсы болсын деп тәрбиелейді. Сол сияқты Кемен ағамыз да баласын солай тәрбиеледі. Кітапхана мемлекеттің ұлттың жады. Еліміз үшін құнды тарихи деректер мен материалдардың дені кітапханада сақталады. Сондықтан кітапхана ісін дамытуға бей-жай қарауға болмайды. Кітап оқырманға қол жетімді болу керек. Шын мәнінде озық ойлы ұлт болудың ең төте жолы кітап оқу. Сондықтан кітап оқу мәдениетін қоғамда барынша орнықтыруымыз керек. Президентіміздің әрбір жолдауын алсыңдар, осы президент болып сайлағаннан бастап жолдауының барлығы қандай керемет сөздер айтылып жатыр, бірақ бәріміз де бір кісідей сол кісіні қолдауымыз керек.